Математика пәні сабақтың тақырыбы көбейту және бөлуге берілген теңдеулер. 91-ші сабақ. Бүгінгі сабақта көбейту мен бөлуге берілген теңдеулерді шешіп үйренесің. Домбыраларын екі қатарға қойды. Барлығы 8 домбыра болса, әр қатарға неше домбырадан қойылған? Белгісізді латынша Б әріпімен белгілесек, теңдік шығады. 2 көбейту Б тең 8. Теңдеу дегеніміз белгісіз компоненті бар теңдік. 2 көбейту Б тең 8 белгісіз көбейткішті табуға берілген теңдеу. Бірінші көбейткіш 2, екінші көбейткіш Б. Көбейтіндінің мәні 8. Белгісіз көбейткішті табу үшін көбейтіндінің мәнін белгілі көбейткішке бөлу керек. Б тең 8 бөлу 2. Б тең 4. Жауабы бір қатарда 4 домбырада. Қорытынды есепті теңдеу құру арқылы шығаруға болады. Енді бөлу амалына берілген есепке теңдеу құрастырайық. Концерт аяқталған соң 12 саксофонды бірнеше қатарға бөліп қойды. Егер әр қатарда 4 саксофон болса, онда оларды неше қатарға қойды? Белгісіз мәнді x әріпімен белгілеп, теңдеу құрастырайық. 12 бөлу x тең 4. Бөлінгіш 12, бөлгіш x. Бөліндінің мәні 4. Егер бөлгіш белгісіз болса, бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлеміз. x тең 12 бөлу 4. x тең 3. Жауабы 3 қатарға қойған. Кері есеп құрастырып, теңдеу құру арқылы шешейік. Концерттен кейін саксофондар 3 қатарға қойылды. Әр қатарда 4 саксофон болса, қанша аспап қойылды? Белгісіз мәнді аспаптар санын А әріпімен белгілейік. А бөлу 3 тең 4. Бөлінгіш А, бөлгіш 3, бөліндінің мәні 4. Белгісіз бөлінгішті табу үшін бөліндінің мәнін бөлгішке көбейту керек. А тең болады 4 көбейту 3. А тең 12. Жауабы 12 саксофон. Көбейту мен бөлуге берілген теңдеуді шешу үшін белгісіз компонентті анықтаймыз және көбейту мен бөлудің өзара байланысы негізінде шешімді орындаймыз. Дәптермен жұмыс. Дәптерге бүгінгі күнді жазамыз. Номер 4, 61-ші бет. Теңдеулерді шеш. Номер 5-тің әсі 61-ші бет. Есепті шығар, есептің шартын, сұрағын шешуін, жауабын жаз.